Сонда әкем, менде шаруаларың болмасын, сендерден алақан жайып тамақ сұрадым ба, қыздарым да шаруаларың болмасын, екінші әйелді өздерің алыңдар деп үйден қуыпты. Оларды да түсінуге болады, бауырының жағдайы алаңдатқан шығар. Әкемнің кіші қарындасы мені үйіне шақырып алып, осы әңгімені айна қатесіз айтып берген. Сөздің соңында әкеңді өлтірмесеңдер, екінші рет үйлендіріңдер деп тоқ етерін айтып шығарып салды. Әкемнің екінші отбасы болуына ешқандай қарсылығым жоқ. Қайта қуанамын. Тек әкем екінші рет отбасы құруды ойламады. Бәлкім анамды шын жүрегіммен сүйді. Әкем екеуміз қанша жалынсақ та, маған осылай өмір сүрген ұнайды. Қасымда сендер барсыңдар. Сендердің аман жүргендерің үшін өмір сүрем. Мен де бәрі жақсы деп, екінші рет отбасы болуды қаламады. Әйтпесе біз де әкемнің жарқырап, тап-таза жүргенін, ыстық тамақ ішіп, көңілді жүргенін қалаймыз. Оқуға қайтқан сайын әкемді уайымдап, мұңайып қайтамын. Оқуға кетсем де бар ойым әкемде. Солай өмір өтіп жатты. Менің маңымнан жігіттер де азайып, мен тәкаппар болып кеткен секілдімін. Өмір мені солай тәрбиеледі. Жұмсақ болсам, бәрі басынуға даяр. Көкбет болсам, жаныма ешкім жоламайды. Абыроймен тек үздік маман алған менің жолым болып, поликлиникаға сразу қабылданып, өз жұмысымды бастап кеттім. Бір жыл жұмыстың қызығымен жүрдім. Әкемнің қарызынан құтылып, әкемді шырттай киіндіріп, қала орталығында пәтерде екеуміз тұрып жаттық. Байғұс әкемнің үйден әбден іші пісіп, шыдамай есік алдында бір кафеде қарауыл болып жұмысқа кірді. Әріден жұмыс істемеші десем де тыңдамады. Әкем бірте шай үстінде: «Қызым, енді сен де әпкең секілді бір үйдің келіні болуың керек. Қыз мұраты кету. Маған алаңдамай, сендер бақытты болсаңдар болды». Осы сөздерінен соң ақырындап жігіт іздегендей болдым. Баяғы ізімнен жүгіргендер енді жоқ. Уақыт кәдімгідей өтіп кетіпті-ау. Баяғыдай сұлулығым да қалмағандай. Өзіме сонша қарамаппын ғой. Бос уақыт болғанда салонға барып, 18 жасымды қайтарғым келді. Сол күннен соң сәл болса да мен бетімнен қан жүгіргендей, кішкене өзіме қарап, қаталдау мінезімді жібітіп, айналама қарай бастадым. Өзім қатарлы жігіттердің көбі үйлі болған екен. Жұмыста практикаға келген студент жігіттер ғана қалыпты. Оларды бөпе қылып қайтемін деп жүргенде, ішіндегі бір жылмақайы дәрігер деп өзіне жақын тарта бастады. Іште екі ойлы болып жүрдім. Алғаш рет жігіт атаулымен сөйлесіп жатырмын. Өзіме еркіндік беріп, әлгі студент жігітке әпкесі секілді қарап кездесіп жүрдік. Кездескенде кафеге отырып, ананы мынаны айтып, ол мені үйге шығарып салады. Мен сол кезде қатты өкіндім. Неге бұрын өз уақытында осылай қыдырмадым екен деп. Студент жігітті әкеме таныстыруға да ұяламын. Ол жігітпен жай ғана кездесудемін. Ондай ақымақ емеспін деп өзімді іштей ақтап аламын. Өзім қатарлы немесе сәл үлкендеу жігіттер тезірек кездессе екен деп тілеп жүрмін. Құдай тілегімді естігендей сұрағанымды берді. Бірақ сынап берді. Өзіммен құрдас жігітті кездесуді армандап едім, бірақ ауру жан жүрегімді әбден жаралап, тәнімді де ластап, бұл өмірден кете барды. Жұмыста беделді болып енді көтеріліп келе жатқанда, Алла өте ауыр сынақты жіберді. Өмірде бәрі ойдағыдай бола бермейді екен. Бір пациентті ота үстінде өлтіріп алдым. Десе де Алланың жазуы сол шығар. Ешқандай дәрігер адамды әдейі өлтірмейді. 12 сағат бойы ол адамды аман алып қалу үшін күрделі отада демалмай жұмысымды дұрыс орындадым. Бірақ болмады. Қайтыс болған адамның туыстары бай әулетінен болды. Жақындарының өліме көнбей, менің үстімнен арыз жазды. Жылап, еңіреп кешірім сұрасам да, олардың адамдары өте мықты еді. Ешқандай минусым болмаса да,
лицензиямды алып тастаймыз деп қорқытты. Қанша жыл оқуым, еңбегім далаға ұшқалы тұр. Ботадай боздап бастығымнан көмек сұрадым. Бастығым үлкен ер адам еді. Ол маған: біз сотта жеңіп шығамыз. Тек сен менің бір қалауымды орындайсың. Егер ол қалауымды орындамай алмайтын болсаң, дәл қазір боссың деді. Ешқандай жолы жоқ екенін көріп тұрмын. Көзімдегі жасымды тия алмай, басымды изеп келсе бердім. Басқа не шара? Мамандығымды шектесе, мен үшін өмір мәнсіз. Әлгі пациенттің туыстарымен соттасқаныма 6 ай болды. Мен сотта жеңіп шықтым. Өйткені тексеру барысында ешқандай қателік болмады. Десе де істі болды деген айыбым бар. Жұмыстан шығып кеткен күнде басқа жер жұмысқа алмайды. Түйіндемемді көрген соң сөзсіз алмайтынын білемін. Амалдың жоқтығынан бастық шартын орындауға бардым. Есікті қағып ішке кіруге рұқсат сұрадым. Кіре ғой. Енді мені мұқият тыңда. Менің бірнеше жыл бойы төсекте жатқан ұлым бар. Енді соның жеке дәрігері боласың. Істі болған соң жұмысқа бірден кірісе алмайсың. Әлгі пациенттің туыстары сенен кек алуы мүмкін. Олардан ондай шығады. Көшеден ұстап алып өлтіріп кетуі де мүмкін. Сондықтан көп уақыт бойы көрінбеуің керек. Сосын ұлым сені ұнатса, мен сені шетелге білім алуға жіберемін. Бірақ оның өтеуі ұлымның жансыз қуыршағы боласың деді. Мен бастықтың әрбір сөзіне жарайды деп келісе бердім. Қайтейін енді, тағдырым осылай екен. Бәрінен де байғұс әкемді тағы да жалғыз тастап барамын. Үйден кетпес бұрын әкеме жалған айтуыма тура келді. Шетелден білім аламын деп алдадым. Жұмыста еден жуатын апай бар еді. Соған әкемді тапсырдым. Демалыс күнінде үйді тазалап, әкемнің киімдерін жуып, тамағын істеп кетеді. Айлығын әр айда салып тұрамын. Әйтпесе, әкемнің тағы да күйі қашып кетеді. Барлық киімдерімді жиып, бастық ауру ұлымның үйіне бардым. Келісім бойынша сол үйде тұратын болдым. Әдеттегідей байлардың коттедж үйіне аяқ бастым. Қызметші есікті ашып күтіп алды. Мені айтып қойған екен. Қызметші бөлмеге дейін дайындап, заттарымды көтерсіп апарып берді. Іште жүрегім қобалжулы, әрі мына өмірге өкпелімін. Ешқандай қызық көрмей абыройымды қайдағы бір ауру адам үшін төккелі жатырмын. Жеке дәрігері деген жай мәдениетті түрде айтылғаны болмаса, негізгі міндетім түнгі қуыршағы болу. Көз жасым еріксіз шығып кетіп, өзімді өзім жігерлендіріп, көресіңдер, мені әлі де мықты дәрігер боламын, маған бас иесіңдер әлі, деп көбірлеп сөйлеп отқанда есіктің сыртынан ақырын тоқылдаған дыбыс естілді. Кіруге бола ма? Деген жігіттің жағымды дауысы естілді. Дереу көз жасымды сүртіп, орнымнан атып тұрып, есікке қарай бардым. Есікті ашқанда көздері күлімдеген сүйкімді жігіт тұр. Сәлем, әкем жеке дәрігер жібердім деген. Сізбен танысуға келдім, есімім Аңсар болады. Мен кәдімгідей тосылып, не айтарымды білмей, көздерімді ол жігіттен ала алмай қарап қалыппын. Әкесі ауру деген. Бірақ ешқандай ауру адамды көріп тұрғаным жоқ. Әлде бұл басқа ма? Ойымды сан түрлі сұрақтар жаулап алған. Мені естіп тұрсыз ба деп әлгі жігіт қайтадан сұрағанда есімді жидым. Мен Назира дәрігер боламын деп оның ұсынған қолын алдым. Аңсар өте ақжарқын, өмірге құштар жақсы адам. Тек талма ауруы бар. Бас бөлігінде қателі ісік жайлаған, аналық түрі екен. Отамен алуға болмайтын түрі. Кез келген уақытта есінен танып құлай береді. Қасынан бір елі кетуге болмайды. Менің алдымда болған дәрігер ол өзінің туыс інісі екен. Бірақ ол бір жағдайға байланысты кетіп қалған. Барынша өзімді ұстап, Аңсар екеуміз таныса бастадық. Енді оның заңды болмаса да әйелі сияқты болуға өзімді үйретуім керек.
Ол мені ұнатса шетелге кетемін. Уақыт өте ол жігіт мені өзіне ғашық етті. Өте жақсы жігіт. Әттеген-ай, ауру болмағанда ғой, біз мәңгі бақытты болар едік. Тек есінен танып қалып, кез келген жерде денесін соғып, көгертіп алады. Соның өзінде өзін еш уақытта аурумын деп санамайды. Әрбір күнін көңілді өткізеді. Мүлдем қайғырмайды. Екеуміз бір-бірімізге өлерде ғашық болдық. Ол өмірден кетсе, мен де кетуге даяр болдым. Біздердің сондай бақытты болғанымызға бастықтың өзі куә болды. Бастықтың өзі менен кешірім сұрап жылап жіберді. Ұлының өмірінің соңғы күнінде бақытты болғанына қайта-қайта рахмет айтып алғысын білдірді. Басында мен жұмысым үшін, атағым үшін мұндай лас іске амалсыз келістім. Бірақ махаббат деген сиқырлы сезім әп-сәтте бәрін өзгертеді екен. Аңсармен 1,5 жыл ішінде ең бақытты өмірім өтті. Ең өкініштісі, ісігі қатты асқынған Аңсарды ажалдан ешкім құтқара алмады. Ақша да, ең білікті дәрігер де. Соңғы күні таянғанын іштей сезетін Аңсар: Назира, сен менің алғашқы және соңғы махаббатымсың. Сені шексіз сүйемін. Тек мен жоқта қайғырмашы. Сен көптеген адамдарға керексің. Сен әлі мен сияқты көптеген адамдарға өмір сыйлай аласың. Мықты дәрігерім менің деп құшағына алушы еді. Бір төсекте табыссақ та, одан мүлдем бала көтермедім. Өзегімді өртейтіні де сол. Ең болмаса баласын көтерсем, махаббатымның бір бөлшегі үшін еш өкінбей өмір сүрер едім. Бірде ұйқыдан мәңгіге оянбай қалды. Әдеттегідей еркелеп ұйқыдан оянсам, сүйіктімнің денесі мұздап кетіпті. Тоңып қалған екен деп ойладым. Олай емес екен. Аңсардан мәңгілікке айырылып қалғаныма сене алар емеспін. Жынданған адам секілді: жоқ, сен мені тастап кете алмайсың, әлі-ақ емделіп кетесің. Кәне, көзіңді аш жаным деп бетіне сүйіп, денесін қолыммен уқалап жатырмын. Аңсардың соғып денесін құшақтап, қанша уақыт жылап отқанымды білмеймін. Қызметші келіп бәріне хабар беріп, менің құшағымнан өлі денені әзер алды. Бәрі мені жұбатып әлек, ал мен өзімді ұстай алмай, мен де өлемін деп қайғыдан қан жұтқан кезім есіме түссе, жүрегім қан жылайды. Әлі күнге дейін көндіге алмаймын. Тек бұл қайғыдан әкем ғана құтқарды. Әкем ауруханаға түспегенде, мен Аңсардың соңынан кетер едім. Алла әкемді сол себепті жүрек талмасына шалдыртқандай. Әкем мен жұмыс жасаған ауруханаға түсіпті. Ештеңеге қарамай өз әкемнің отасына кіріп кеттім. Бастығым бәріне өзім жауап беремін деп, өзге дәрілерге маған қарсы шықпауларын ескертті. Аңсардан айырылып қалғандай, енді әкемнен айырылып қалмау үшін Алладан ғана жалбарынып сұрадым. Әкемнің отасы сәтті шықты. Сол күннен соң мен басқаларды құтқару керек екенімді Аңсардың соңғы өтінішінде еске алып, еріксіз жылай бердім. Әкемнің жағдайы жақсарып, әпкем де күн ара тамақ тасып жүрді. Бастық мені тағы шақырып алып, Аңсардың сыйлығын берді. Ол сыйлық пәтердің кілті. Сене алар емеспін. Қала ортасында көп қабатты үйден 2 бөлмелі пәтердің кілтін ұсынды. Алғым келмеді. Бірақ бастығым аманатқа қиянат жасаған боламын деп айтқасын алдым. Жаңа пәтерге әкем екеуміз көшіп бардық. Содан біршама жыл тұрдым. Әлде де тұрып келемін. Сүйіктімнен қалған естелік деп білемін. Әкем қазір қартайған. Десе де қасына адам жалдап қойдым. Әлемнің әр қаласына әр жылы саяхаттап жүреді. Кезіндегі бейнеттің зейнетін көріп жүр. Аллаға шүкір. Мен шетелде білім алдым. Бірақ өз қаражатыммен, маңдай термен тапқан ақшаға. Бастығым уәдесін айтқанда бас тарттым. Қазір білдей бір аурухананың бастығы болдым. Атақ, байлық, мансап бәрі бар.
Тек аңсардың махаббаты жоқ. Әлі күнге дейін жалғызбын. Менің де алғашқы және соңғы махаббатым тек біреу. Солай болғанын қаладым, сол үшін де жалғызбын.